Мектеп кітапханасында жаңартылған білім беру негізінде оқушының саналы білім алуына кітапхананың қосатын үлесі зор. Кітапхана оқырман мен кітап арасындағы алтын көпір болып табылса, сол алтын көпір біздің білім ошағында өз жұмысын жоғары деңгейде атқарып отыр. Біздің кітапханада өскелең ұрпақты рухани адамгершілікке, әлемді эстетикалық тұрғыдан тануға, тұлғаны үйлесімді дамыту және интеллектуалды дамуына кітап оқу арқылы қызығушылықтарын арттыру, кітапханаға оқырмандар келу санын ұлғайту мақсатында болашаққа бағдар рухани жаңғыру аясында театрдан ғажайып әлемі және 100 кітап әлемі оқымысты мектеп жобалары жүргізілуде. Білім берудің жаңартылған білім беру мазмұнына көшуіне орай барлық оқу жүйесі жаңарды. Осыған байланысты психологиялық жұмыс түрлері де өзгерді. Мектебімізде жанның үйлесімі өмірдегі үйлесімділік жобасы іске асырылуда. Жобаның мақсаты мектеп оқушылары мен педагогтардың психологиялық мәдениетін қалыптастыру үшін жағдай жасау, оқушылардың, педагогтар мен ата-аналардың психологиялық денсаулығын сақтауға, нығайтуға жәрдемдесу, олардың психологиялық денсаулығын сақтау үшін білім беру процесінің барлық қатысушыларының өз ресурстарын іске асыру. Осы жоба негізінде төмендегі жобалар іске асырылуда. Смайликтегі көңіл-күй диагностикалық стенді, мен өмірді сүйемін тақырыпта бейнеролик жасау, балаға жүрек сыйлар тақырыпта стенд безендіру, махаббат пен нәзіктіктің жанасуы тақырыбында ата-аналардың бейнероликтер жасау, дана ойлар әлемінде тақырыбында педагогтар ұсынған бейнероликтер жасау. Мектептік құқықтық тәрбие жұмысы жаңа білім беру аясында жылдық жоспарына жаңа тың жобалар енгізілді. Атап айтсақ, оқушылардың сана сезіміне, адамгершілік, қоғамға қажеттілік, қайырымдылық сияқты адами құндылықтарды ұялату, өмірге деген белсенді ұстанымын қалыптастыру мақсатында қоғамға қызмет ет жобасы енгізілді. Жоба барысында жастар волонтерлік қызмет көрсету арқылы қоғамның әлеуметтік мәселелерін көріп, шешу жолдарын үйренеді. Олар қарттар үйінде, мүгедектер үйінде, сондай-ақ басқа да әлеуметтік ұйымдарда басқалардың игілігі үшін әлеуметтік пайдалы жұмыстарды орындайды. Егер мен полицей болсам жобасының мақсаты жастарды полицей қатарына тарту, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ететін полиция қызметінің оқушыларға таныстыру. Менің полицейім тақырыбында өткен байқаудан мектеп лицей оқушылары жүлделі орынды иеленді. Мектебімізде жол көлік апаттарының алдын алу жұмыстары да жақсы жолға қойылған. Былтырғы оқу жылында өткен аудандық жас жол полицейлері байқауында жүлделі орынды иеленіп, облыстық кезеңнен бірінші орынға ие болды. Осындай игі шаралардың облыс, аудан көлеміндегі ұйымдастырылуы оқушылардың бойында патриоттық сезімдерін оятып, кез келген ортада құқық бұзушылықтарға қарсы тұруға дайындығын қалыптастыруына ықпал етеді. Облыс әкімі Сапарбаевтың тапсырмасына сәйкес, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік қолдау жөніндегі мейірім жобасы басталды. Осы жоба аясында ата-анасының қамқорлығынсыз қалған Бөлекбай Бекарысты ұжым қамқоршылығына алып, демеушілік жасап, тұрғын үй құрылыс жинақ банкісінен шот ашып, бірінші салымын салды. Қазақстан Республикасы үкіметінің баланың құқықтарын қорғауды күшейту, тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-қимыл және жасөспірімдер арасында суицидтің көбею мәселелерін шешу жөніндегі 2020-2023 жылдарға арналған картасын бекіту туралы наурыздағы 156 қаулысының 15 тармағына сәйкес мектебімізде медиация татуласу қызметі құрылды. Мектеп медиация қызметі оқу тәрбие қызмет процесінде туындайтын жанжалды жағдайларды, құқық бұзушылықтарының алдын алуға және шешуге бағытталған. Бала құқығын қорғау егеменді еліміздің басты құндылықтарының бірі. Өскелең ұрпақты дұрыс тәрбие алып, қоғамдағы құқықтарын пайдалана біліп, қатыгездіксіз өмірлерінің сақталу жолында аянбай еңбек ету біздің басты парыз.